Қадірменді ақсақалдар, құрметті ағалар, бауырлар, қадірлі жамағат, Алла Тағала осы мешітте басқан әрбір қадамдарыңызды сауапқа жазсын. Құдай Тағала осы отырысымызды, Алла Тағаланы еске алу мәжілісімізді қайырлы, пайдалы, берекелі болсын. Алла Тағала бүгінгі тұтқан оразамызды, жасаған құлшылықтарымызды қабыл етіп, Алла Тағалаға ақиретте сау жүрекпен қауышуды баршамызға нәсіп етсін. Шын мәнінде Алла Тағала бұл өмірде тек сау жүректілерден ғана амалдарды қабыл етеді. Сау жүректілер бұлар кімдер? Сау жүректер дегеніміз жүректерінде бірде-бір дерті жоқ адамдарды айтады. Қазіргі таңда сау жүректер жалпы адамдарға егер айтатын болсақ, адамдар әлбетте жүректің саулығы тікелей мағынада түсінеді. Жүрегің сау ма? Яғни денсаулығы жақсы ма деген мағынада түсінеді. Бірақ та шын мәнінде құрметті жамағат, қасиетті Құран кәрімде Алла Тағаланың құзырында сау жүректілер ғана қауышады деген аятта шын мәнінде ауыспалы мағынада рухани тұрғыдан сау жүректер туралы айтылады. Алла қаласа осы тақырыпта иншалла жүрек тазалығы тақырыбында иншалла сіздерге сөз қозғайтын боламыз.